Сәлеметсіз бе, құрметті студенттер? Бүгінгі күні біздер жаңа тақырыпты бастап оқимыз. Бірінші дәрістің тақырыбы еңбекті қорғау пәніне кіріспе. Қарастырылатын сұрақтар: біріншісі, еңбекті қорғау пәнінің маңызы. Екінші сұрақ: еңбекті қорғауда құрама бөліктерінің ғылыми әдістемелік принциптері. Үшінші: еңбекті қорғау саладағы негізгі заңды актілер мен нормативтік құжаттар. Ендеше бірінші сұрақты қарастырайық. Бірінші сұрақ: еңбекті қорғау пәнінің маңызы. Еңбекті қорғау пәні біріншіден адам ағзасына, өндіріс құралдары мен қоршаған ортаның әсерін зерттеп көрсетеді. Екіншіден, өндірістік жарақаттардың, кәсіби аурулардың, апаттардың, жарылулардың, өрттің мүмкін болатын себептерін анықтап зерттейді және оларды жою мақсатында шаралар мен талаптар жүйесін дайындайды. Үшіншіден, адамға еңбек іс-әрекетінде қауіпсіз және қолайлы жағдайларды жасап үйретеді. Қазақстан Республикасының еңбек кодексіне сәйкес бірінші тарауына, бірінші бабында еңбекті қорғау бұл құқықтық, әлеуметтік, экономикалық, ұйымдастырушылық, техникалық, санитарлық, эпидемиологиялық, емдеу профилактикалық, оңалту және өзге де іс-шаралар мен құралдарын қамтитын еңбек қызметі процесінде жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесі. Еңбек қорғаудың басты объектісі еңбек іс-әрекетіндегі адам болып табылады. Өндірістік орта факторларынан адам ағзасына зиянды әсер етуін анықтау үшін қажетті зерттеулер әртүрлі салаларда болады. Ол медицина, биология, техникалық, инженерлік, химиялық, экологиялық, заңгерлік, тағы басқа ғылымдарынан. Еңбекті қорғау саласындағы негізгі ұғымдар: қауіпті және зиянды өндірістік фактор, жұмыс орны, өндірістік санитария, өрт қауіпсіздігі, өндірістік сәтсіз оқиға, кәсіби ауру, өндірістік жарақат, техника қауіпсіздігі, еңбек гигиенасы, тағы басқалары. Екінші сұраққа көшейік. Еңбекті қорғаудың құрама бөліктері және ғылыми әдістемелік принциптері. Алдымен еңбекті қорғаудың құрама бөліктерін қарастырайық. Еңбекті қорғау біріншіден еңбек қорғаудың заңды және нормативті базасына тұрады. Екіншіден, өндірістік санитария және қоршаған ортаны қорғау негізінен. Үшіншіден, техника қауіпсіздігінен және өрт қауіпсіздігінен. Тиімді және қауіпсіз жұмыстың кепілдемелік жағдайлары бұл өндірістік процестің қауіпсіздігі, төтенше жағдайды алдын алуы, өндірістік ауруларды алдын алуы, еңбек шартын жақсартуы. Ал енді еңбекті қорғау ғылыми әдістемелік принциптерін қарастыратын болсақ, бұнда ең алдымен адам техника орта жүйесінің эргономикалық бағасы жөнінде айтуымыз керекпіз. Эргономикалық бағасы жіктелген әдіспен жүзеге асырылады. Бұл әдістің көрсеткіштері, кешенді көрсеткіштері бұл антропометриялық, гигиеналық, физиологиялық, психофизиологиялық, психологиялық. Бұл бөлімдер бірлесе отырып, ғылыми ретінде эргономиканы құрайды. Эргономика бағыттары бұл біріншіден техникалық эстетика. Техникалық эстетика бұл құралдардың көркемдік конструкциясы мен өндірістік эстетика. Инженерлік психология. Ал бұған анатомды, физиологиялық және психология ерекшеліктерінің өндірістік құралдар мен конструкциясына сәйкестігі кіреді. Үшіншіден, өндірістік эргономика бұл адам сезім органдарының қалыпты жұмыс істеу ерекшеліктерінен шығады. Еңбекті қорғау бойынша негізі заңды актілер мен нормативтік құқықтық құжаттар деген сұрақты қарастыратын болсақ, онда ең алдымен мына еңбекті қорғау бойынша негізі заңды актілерге тоқтайық. Қазақстан Республикасындағы барлық заңнама ең алдымен
Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді. Қазақстан Республикасының Конституциясының 24-ші бабында былай делінген: әркімнің еңбек ету бостандығына, қызмет пен кәсіп түрін еркін таңдауына құқығы бар. Екіншіден, әркімнің қауіпсіздік пен тазалық талаптарына сай ету жағдайына, еңбегі үшін сыйақы алуына, жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғалуына құқығы болады. Үшіншіден, ереуіл жасау құқығын қоса алғанда, заңмен берілген тәсілдерді қолдана отырып, жеке ұжымдық еңбек дауларын шешу құқығы болады. Әрбір адамнан. Әркімнің тынығу құқығы болады. Еңбек шарты бойынша жұмыс істейтіндерге заңмен белгіленген жұмыс уақытының ұзақтығына, демалыс және мереке күндеріне жыл сайынғы ақылы демалысқа кепілдік беріледі. Екінші, еңбекті қорғау саласындағы мәселелерді реттейтін Қазақстан Республикасының еңбек кодексі. Қазақстан Республикасының еңбек кодексінде негізгі ұғымдар келтірілген. Күнделікті жұмыстың, жұмыс ауысымның ұзақтығы, жұмыскерлердің жекелеген санаттары үшін жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығы, ауысымдық жұмысы, тынығу уақытының түрлері, ауыр жұмыстарда еңбек жағдайлары зиянды және немесе қауіпті жұмыстарда істейтін жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеу, үстеме жұмысқа ақы төлеу, тағы басқа нормалар жазылған. Еңбекті қорғау бойынша негізгі нормативтік құжаттар бұл ең алдымен еңбек қауіпсіздігі стандарттар жүйесі. ЕКСЖ дейді. Екіншіден, мемлекеттік стандарттар. Үшіншіден, стандарттау, метрология және сертификаттау бойынша ТМД мемлекет аралық кеңесінің стандарттары. Бұлар аймақтық стандарттарға және қоғамдық стандарттарға бөлінеді. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің бас санитарлық эпидемиологиялық басқаруымен келісілген санитарлық ережелер, нормалар, гигиеналар, нормативтер, эргономикалық, физиологиялық және басқа да талаптар жатады. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының еңбек министрлігі еңбек қорғау департаментімен келісім бойынша бақылаушы органы және сәйкесті қадағалаумен аймақтық ұсынымдағы еңбек қорғау бойынша нұсқамалар мен ережелер жатады.